Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай керемет гнезда салатын дайындайтын боламыз. Қолжетімді заттардан оңай әрі тез. Ең бастысы дәмді, түрі де әдемі көрінеді. Менің каналыма алдымен жазылып, лайк, комментарий қалдырып кетіңіз. Видеоны міндетті түрде толықтай көріп шығыңыз. Алдымен қызанағымызды бірнеше бөліктерге бөліп, осылайынан үшбұрышты етіп турап аламыз. Және де оны ыдысымызға саламыз. Қиярымызды 4 бөлікке бөліп, осы қызанақ сияқты қиғашынан үшбұрышты етіп турап шығып, оны да ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды да 4 бөлікке бөліп, кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Чечил ірімшігін алып, осылай жіңішке етіп бөліктерге бөлеміз. Бұл бетін әсемдеуге керек, бөлек ыдысқа саламыз. Ірімшігімізді үккішімізден өткізіп алып, оны да ыдысқа саламыз. Одан кейін тұз және де майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ыдысымызға ортасына тау сияқты етіп салып алатын боламыз жақсылап. Оның үстіне чечил ірімшігін ұяның формасына келтіріп саламыз. Салатымыз дайын. Ас болсын.